Атышулы Қайрат Нұртастың басы тағы да дауға қалды. Жақында жарияланған Айка тізімінің арасында Қайрат Нұртас не істеп жүр? Бұл Айка деген кім және тізім қайдан шықты дегенге әртүрлі тұспалдар бар. Біріншіден, бұл тізім жариялаудың мақсаты бопсалау болып табылады дейді құқық қорғау органдары. Екіншіден, бұл тізім халықтың көңілін басқа жаққа арнау мақсатында ұйымдастырылған шоу, яғни саяси құйтырқы технология. Саясаткер Санжар Боқаевтың айтуы бойынша, алғашында бұл тізімде 300-ден астам адам болған. Ақпараттық агенттіктер ақпаратты ең бірінші осылай берген. Ал жалпыға жарияланған тізілімдегілер 100-ден асады. Бұл дегеніміз депутаттар, министрлер, ірі қара шенді шенеуніктерді тізімнен өшірген. Ал енді айта кететін болсақ, біреу жезөкшенің қызметін пайдаланған екен. Оны жалпыға жария етудің қажеті қанша еді? Халыққа біреудің жеке өмірі не керегі бар? Тізімде жарияланған Қайрат Нұртастың жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы Қайраттың қанша кредиті бар екенін тексеріп жүр. Меніңше бұл еріккендердің тірлігі. Әлеуметтік желідегі Қайрат Нұртастың парақшасына халық әртүрлі пікір қалдыруда. Солардың бірі әдемі әйелі, 4 баласы, байлық, үй, бәрі бар, бұған не жетпейді екен деп сұрақ қойыпты. Ал кейбіреулер Гүлзира анасынан өліп таяқ жеп жатқан шығар деп жазыпты. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді астына қалдыра кетіңіздер. Және де қазақ тілді контентті қолдайық. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.